Жан, келесі апта ауылға барамыз ғой, а? Ауылға сендер барасыңдар. Маған жұмыс ол. Балдар, сендер не істеу керек екенін білесіңдер ме? Иә. Бірінші есікті ашу керек. Ал екіншіден сапырлы болу керек және де құжаттарды дайындау керек. Ал үшінші барлығын төгілдеу керек. Ой, қызым, жарайсың. Егер толқын кезде үй қирай бастаса, толқын біткенге дейін үстел мен кереуеттің астына күту керек. Аха. Ал егерде көп адам шоғырланған болса, біз бір-біріміз қалай таппақпыз? Онда ашық, қауіпсіз жерді белгілеп, сол жерге жиналғанымыз жөн болады. Жай ғана сыртта тұрсақ болмай ма? Неге бір жерді белгілеуіміз керек? Ой, жаным, Салтанат, қызым анаң дұрыс айтады. Ашық, қауіпсіз жерді белгілегеніміз жөн. Егер көп адамдардың арасында бір-бірімізден адасып қалып жатсақ, сол жерге жиналамыз. Қалай енді, дайындық жасап көреміз бе? Төтенше жағдай қызметкерлерінің алдын ала жүргізілген үгіт-насихат жұмыстары нәтижесінде қазіргі таңда тұрғындардың іс-әрекеттері дұрыс бағытты көрсетеді. Ал азаматтық қорғау қызметкерлерінің күштері мен құралдары кезек күттірмейтін жұмысты жүргізу үшін кірісті. Ар жақта жігіттер анда. Ой, қалсы. Ой, бала. Қалихан бар ма, қыздарым? Ой, жайнерім. Ол өшіріп тұрыңдар. Көрші, балаларың көрмейді ау, сендердің балаларың қайда? Жаслан қайда? Жаслан, балам қайдасың? Ой, сендермен бірге түскен жоқ, шықылап отқан. Жаслан! Бауырым, 5-ші қабатта 48-ші пәтерде кішкене бала қалып қойған. Ол түсінікті. Нұртас 12, Нұртас 11-ге.